Армысыздар, міне Македонияға барып, бір ұпай алып қайттық. Байсуфинов келгелі, 2 матчта 4 ұпай. Тақиямызға тарма. Міне біз бүгінгі студияда тағы да 4-еуіміз түгеліміз. Қаз дауысты Қазбек, Төлеубек және де Аман Вайп. Міне Айбек Қабылша YouTube арнасында бүгін ұлттық құраманың 2 ойынын талқылаймыз және де алдағы Қазақстан премьер-лигасының да матчтарына тоқталып өтеміз. Ендеше алғашқы сұрақ, біз кеше Македониядан 1 ұпай алдық па, әлде 2 ұпай жоғалттық па жігіттер? 1 ұпай алған сияқтымыз, өйткені Македонияда да көп мүмкіндіктер болды ғой. Бұл жерде Мұхамеджан Сейсен бізді құтқарды бірінші таймның аяғында, екінші таймның барысында. Македониялықтарға бір жалпы 3 ұпай ауадай қажет еді, бірақ олар бізді менсінбеді де, және біздің жігіттер өте керемет тактикамен шықты. Ойынның басында Әнұран ойнаған кезде бүкіл жігіттер қолдарын жүрекке қойып, тренерлік құрам, қосалқы құрамдағы балдар Әнұранды айтқан кезде мен түсіндім, бүгін бірдеңе болады, бүгін біз бір тарихи ойындардың бірін өткіземіз деген бір ой болды өзімде. Одан кейін македониялықтар әрбір футболшының алдында кімдер шықпай ма, кішкентай балдар? Иә. Өздерінің балаларына, өздерінің несін күртешесін жауыппай, біздің балалар бірден соған беріп, қазақи енді өзіміздің тәрбиемізді, өзіміздің ағалық құрметін көрсетті ме бірден сол жерде? Жігіттер өте жарады кеше. Сол айттым ғой, Әнұран айтқан кезде мен ойладым, бүгін 3-тен ұтылсақ та, қандай есеп болса да, бүгінгі осы алаңға шыққан жігіттер ел үшін шықты, өздері үшін шықты, мүмкін бапкерлік құрам және бүкіл жаңағы, енді қазір біздің футболға хит көп қой. Соларға бір Лихтенштейннен кейін сенімді түрде жауап береміз деген оймен шыққан секілді, және бұл ойын мен үшін, мен де өз телеграмма арнама жаздым, соңғы 2 жылдағы ең керемет алғашқы тайм, жалпы таймдардың бірі болды ғой, өйткені бірінші таймда біз кәдімгі Бразилия құрамасы секілді ойнадық. Расымен алаңға шыққан кездегі біздің киімнің экипировка дейміз ғой, жейде де бір керемет бір маған сондай Бразилия құрамасы сияқты болды. Астында сары, сыртында көк анау кигенмен бір шынымен Бразилия құрамасы шығып кетқандай әсер. Бірінші таймда расымен Бразилия секілді ойнадық. Негізі әлем чемпионатына алғашқы таймды көрген адам шығуға таласып жатқан Македония емес Қазақстан деп ойлауы мүмкін. Бірақ десе де қазір Бек Элдар айтып жатыр, тең нәтиже, 1 ұпай алдық, біз соған қанағат деп отыр. Біз саған қойыңыз сол сұрақты, 1 ұпай алдық па, әлде 2 ұпай жоғалттық па, әлде тең нәтиже әділ ма бұл матчта? Енді бірінші тайм біз жеңу керек еді, екінші таймда енді Македонияның мүмкіндіктері сәл көбірек болды. Сондықтан енді тең нәтиже енді әділетті деп ойлаймын. Бұл жерде менің ойымша жалпы Македония мен Қазақстан 2 матчта да жақсы ойнады. Негізі Астанада да біз гол соғуымыз керек еді, ұтуымыз керек еді. Кем ұтылмауымыз керек еді? Кем ұтылмауымыз керек еді. Енді ол жолы жол болмады, басқа да себептер бар шығар. Осы жолы енді 1 ұпайға қол жеткіздік деп ойлаймын. Неге жалпы Қазақстан осы топта бұдан да көбірек ұпай алуға, кемі соңғы сәттерге дейін жаңа әлем чемпионатының жолдамасына таласуға шамасы. Тым болмаса математикалық мүмкіндігі сақталу керек еді деп ойлайсың ғой? Математикалық мүмкіндігі сақталу керек еді. Сол мүмкіндіктерді өзіміз құртып алдық. Енді оны әңгіме барысында қазір айта жатармыз. Қазбек, енді қазір тым болмаса біз әлем чемпионатына математикалық болсын мүмкіндігім сақталу керек еді дейді Беге. Сенің ойыңша, егер біз анау іріктеу кезеңінің алғашқы матчынан бастап, іріктеу кезеңі басталмай тұрып, Әли Әлиевті емес, Талғат Байсуфиновты қойғанымызда, дәл қазір сол математикалық болсын мүмкіндігіміз сақталар ма еді, сақталмас па еді? Оны қазір нақты біз айта алмаймыз, өйткені білмейміз ол жағдайда қалай болады. Мүмкін Лихтенштейн сырт алаңда тең ойнап қалуымыз мүмкін еді деген секілді ғой. Бәрі мүмкін да, бірақ Талғат Марванович келгелі ойын жүйесі өзгеріп, ашық футбол ойнай бастадық, және көбінесе шабуылға көп дем бере бастағанбыз. Ол анық нәрсе, оны ешкім де жасырмайды, ешкім футбол көретін адамдар түсінеді деп ойлаймын. Неге Әли Әлиевке жетіспеді бұл енді? Әли Әлиевтің ойын стилі сәл басқалау болды. Ол көбінесе қапталдағы қорғаушылардың қосылуына мән беретін. Қос қапталды 3 қорғаушымен ойнаған өзінде 2 қаптал қорғаушысы как
полузащитник дейміз ғой, полузащитник рөліне кіретін тұғын. Өйткені олар көбінесе қапталдағы Ян Вороговский, жаңағы Сұлтанбек Астанов болсын, көп қапталдан қосылатын тұғын оның футболында. Кешегі ойында бізде шабуылшылардың рөлі биік болды, жоғары болды. Өйткені Ғалымжан Кенжебекте мүмкіншілік болды, Свиридовта және Шушиновте көп мүмкіншілік. Және алаңның ортасымен қорықпай шықты, ортамен қорықпай ойнап, жаңағы былай қазіргі современный стильде айтқанда геген прессингпен ойнадық. Жоғары прессингпен әр ойыншы бір ойыншыдан ұстап, соған прессинг жасап, қателескенін күтіп, бірінші таймда дәл сондай мүмкіндік Чесноковта болды, білесіз, когда Зайнудинов қақпашының қателігін жасатқызып, кім Чесноковта мүмкіншілік болды, бірақ асығыс шешім қабылдап қақпашының қолына теп. Чесноков алыстан тебетін. Свиридов қателестірді, Чесноков деп. Ол жерде 4-3 қалып тұрған кез ғой. Енді қазір Байсуфиновтың келген кезінде ойын өзгергенінде Қазбек айтып отыр. Бек, сенен сұрайыншы қазір, кеше ойыншылардың сұхбатын көрдім мен. Матчтан кейін, матчқа дейін барлығы бір ауыздан бізде жаттығу барысы керемет өзгерді. Талғат Байсуфиновтың келгеннен кейін бізде кәдімгі ұнап жатыр дейді да, жаттығу да ұнап жатыр, қойған тактика да ұнап жатыр деп ашық өздерінің ойын білдіріп отырған секілді. Байсуфиновтың келгеніне футболистер қуанышты секілді. Сен қалай ойлайсың? Байқадың ба осыны сұхбаттардан? Жалпы енді қазір мынау Байсуфинов мырза уақытша келді ғой. Сондықтан футболшылар оның қалғанын қалап қолдау көрсетіп жатқан сияқты. Өйткені команда білет бұның уақытша деген қызметі. Сондықтан бәрі дұрыс, басшылыққа үндеуі секілді көрінеді. Осы Талғат Маруаұлын қалдырайық. Бізде егер тағы бір маусым қалса, команданы алға жетелейді деген үміт шығар деп ойлаймын. Команда капитандары, жаңағы Нұрәлі Әліп бар, Мұхамеджан Сейсен сұхбат беріп жатты, барлығы. Маған енді ол кісінің ұнаған әрекеттерін айтар болсам, біріншіден кейбір ойыншыларға осыған дейін мүмкіндік берілмей жүрді, солардың барлығын алаңға шығарды. Бірінші кезекте Дінмұхамед Қараман, Дәурен Жұма 975-те жақсы көзге түсіп жүрген осы секілді ойыншылардың барлығын ойнатты. Әрине енді бізге ұнамай қалған енді ол бастапқы жаңағы Дінмұхамед Қашкенді ғана шақыруы деп ойлаймын. Қалған енді ол ойнаған жоқ. Сонымен енді бұл тақырыпты жабуға болатын шығар. Ал қалған ойыншыларды алаңға шығаруында ешқандай әңгіме жоқ. Екі матчта да жігіттерді дұрыс таңдау болды деп ойлаймын. Бізге мынандай нәрседе жалпы Қазақстан құрамасының потенциалы бар. Осы Словениямен ойында да кезінде біз Европа чемпионатын шығарып тұста 2-1 ойыншымыз сол кезде ойнай алмай қалды. Бақтияр Зайнудинов пен Асқат Тағыберген жарақат алып қалды. Жарақат алып қалды. Үнемі бір оптималды дейді ғой, сондай құрам бізде жиналмай жатырды. Өткенде осы Зайнудиновтер ойнай алмай қалды. Одан кейін енді міне қазір осы Зайнудинов барлығы, Ғалымжан Кенжебек барлығы келген кезде Дастан Сәтбаев, Қайратта жүрген Тапалов, олар қосыла алмай отырды. Яғни біз әлі де, егер менің ойымша кешегі құрамға сол Дастанды, Еркін Тапаловты қосқанда бәлкім бұдан да жақсы ойын көрсетер ме еді, бұдан да жақсы мүмкіндігіміз көбірек болар ма еді деп. Сондықтан алдағы ойындарда мен осы ең үздік жігіттердің басы қосылған бір құраманы көргім келіп жүр. Және де Талғат Байсуфиновтың келуі ұлттық құрамада клубтық футболдан айырмашылығы бар екенін көрсетіп жатыр. Ол атмосфера, ойыншылардың сені сыйлауы, құрметтеуі, тек қана тактикамен ұлттық құрамада жеңіске жету аздық ететіні. Бұл жерде футболшылар клубтағыдай апта сайын жаттығу жасап, кәдімгі бір нені сіңірмейді ғой. Бір маусым бойы жаттығу жасамайды. Бұлар 3-4 күнде жиналады. Бастысы сол дайын ойыншылар келіп, бас бапкердің қойған жүйесіне сіңісіп, әрі қарай алып кетіп, сол намысқа тырысып ойнау ғой. Енді былайша айтқанда ішкі атмосфера дұрыс болу керек. Ойыншылардың алаңға шығуына, музыка тыңдауынан
құттықтап барлығы бір-бірін ойындан кейін де жанкүйерлерге рахмет айту, жаңағы өзіңіз айтып отқандай бапкерге қолдап сұхбат беріп атуы, осы ішкі атмосфераның сәлде болса жақсарғанын белгісі ғой. Иә, Әлиевті енді бәріміз сыйлаймыз, өте жақсы азамат деп ойлаймын. Бірақ енді ол кішкене асығыстық танытқан сияқты тәжірибесінің жетіспегендігі байқалады. Өйткені ол жаңағы өзі алғашқы тағайындалғаннан алғашқы баспасөз мәжілісінде мен жаңағы футболшылардан осыншама кросс жүгіргенін қалаймын, осындай физикалық қабілетін қалаймын деген сияқты әңгімелер болды да, жаттығу кезінде жігіттердің барлығын осы қатты қара жұмысқа жегіп көп жүгіртіп кейбір артық жүктемелерді беріп қойған сияқты. Өйткені клубтық футболдан шаршап келген футболшыларға одан сайын жаттығуды күшейтіп итшілікпелерін шығарып жіберді ма деп ойлаймын. Содан кейін ол біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды. Қазір современный футбол деп жатыр. Ода көп нәрсе өзгерген. Сосын жаңағы құрамды таңдауда да сәл қателескені болу керек. Және де ең бастысында 3 қорғаушыдан қазір кезде меніңше керек емес деп ойлаймын. Орталық алады күшейту керек. Кеше мысалға жаңа Дінмұхамед Қараман шықты, ортада кім шықты? Исламбек Қуат шықты. Исламбек Қуат, Бақтияр Зайнадинов шықты. Үшеуі жақсы бір-бірімен тіл табыса алды. Ал бұрын 3 қорғаушы бізде көбіне жаңағы бір-біріне кедергі келтіріп жүретін сияқты. Ал 2 орталық қорғаушы кезде әдемі Әлібек Қасым мен Нұралы Әліп бір жастағы жігіттер, бір-бірінің құрдас, бір-бірінің тілін жақсы тапты. Екеуі де нағыз бабында тұр екен. Ешқандай қателіктер жасай қойған жоқ. Өйткені голдың өзі бізге осы 2 матчта бір ғана гол салынды. Оның өзі стандарттан кірді. Бұл ойын бойынша бізде қорғаушыларда мұндай мін таға алмаймыз деп ойлаймын. Енді Элдар кеше расымен біз 4 қорғаушымен 4-3-3 жүйесінде ойнадық. Қаншалықты сен айырмашылық байқадың 5-2-3 жүйесінен? Айырмашылық көп болды, себебі жаңағы балалар айтып кетті ғой, орталық алаңда доп көбіне ұстады ғой. Алатта Исламбек Қуат енді бір 5-ші қорғаушы болып түсетті, сол атаканы Сейсен арқылы немесе орталық қорғаушылар арқылы бастайды мысалға. Енді Алиевтің 5 қорғаушымен ойнағанда тактикасы, бұл жерде қазір көбінесе сондай тактикамен ең мықты ойнайтын құрамалар ол Италия мен Дания ғой. Бірақ ол жерде жаңағы бекер айтып тұрған жоқ қой, физика көп мән берді. Өйткені ондай тактикамен ойнау үшін ең біріншіден физикалық тұрғыда футболшыларын жаңағы екі латералдарын және нападаушылар мықты болу керек. Біздің өкінішке орай бұл жерде енді андай ғой, көбінесе біздің КПЛ-дағы командалар осы 5 защитникпен қорғанады ғой. Бізде Қазан премьер-лигасында қорғанысқа көп мән береді. Сол себептен бұл жерде сол футболшыларға бір бейім келетін тактиканы таңдаған ғой енді. Бірақ енді біздің футболшылардың енді көп ойындарда индивидуалды тұрғыдан қателіктер жібердік. Македониямен сол голды қараңдар, Уэльспен мысалға голдарды қараңыздар, бізге жіберіп алған өзіміздің кіретін голдар кірмеді деген секілді. Негізі бұл Евро компанияның қарасақ, сол бір Бельгияға қарсы ойын ғана 6-0, қалғандары в принципе жақсы болды. 3-1 Уэльске ұтылдық, бірақ үйде ойнаған ойындардың барлығы жақсы. Енді Бельгиямен көреміз ғой, қазір біздің ұлттық құрама қалай ойнайтынын. Бір жақсы, бұл жерде мен Марванчтың мен түсінгенім, енді оған 2 матч берді ғой, енді үшіншісінде береді ғой, бұл анық қой, Бельгиямен де Талға Марвалы болады, Бровкада. Ол да сезінген шығар, мен 3 ойында не істей аламын? Өзінің атымды Қазақстан ұлттық құрамасы қалай алдыра аламын? Мен сол 5 қорғаушым ойнай берсем, барлығы секілді, Черчесов секілді, Адиев, Алиев секілді, мен одан да шабуылға ойнайын. Мен көрейін 4-3, болмаса айтамыз, міне біз атакаға ойнадық. Бірақ бұл жерде соншама бір Македония мен Лихтенштейн құрамалары сонша бір күшті құрамалар емес қой. Бельгиямен көреміз қалай болады. Бірақ кешегі ойында енді жігіттер жанып тұрды, барлығы ойнап тұрды, және жан рахат үшін ойнап тұрды ғой. Негізі бұл жерде сюрприз Алиптің қайта шабуылға қосылғаны болды. Сол қапталдағы ол кете берді, орында Қуат түсті да, Алип жаңағы Кенжебек, Вараговский және үштігі сол жерде левый флангтан көп атакаларды істей берді. Бірақ енді кешегі ойынды қарасақ, 60-ші минутта бізде физикалық тұрғыдан өте нашар ойнадық. Енді нашар ойнамадымыз, физикалық тұрғыдан жетпеді жігіттерге. Әйтпесе, жаңағы егер Сатпаев болғанда, Асхат болғанда, басқа да жігіттер болғанда, бізде енді кейбір жігіттер қосал құрамнан
жақсырақ шығушы ма еді деген бір ой болды. қосал құрамдағы алмастырған ойыншылар лайықты деңгейдегі алаңда негізгі құрамда шыққан ойыншыларды алмастыра алмады деп тұрсың ғой. Кешегі шыққан барлық ойыншының меніңше бесеуі де өзінің потенциалын дұрыс көрсете алмады. Шушуначев та, Халматов та, Қасаболат та, кім шықты бізде тағы? Жұмат шықты, барлығы тағы да бір қорғаушы шықты флангқа. Ян Вороговскийдің орнына Жагоров шықты, Жагоров. Ол жігіттен барлығы өз деңгейін көрсете алмады да. Олар керісінше жаңағы сол темпті ұстап тұрып, бізге екінші гол салып беруге мүмкіндік бергендей болды, бірақ біз керісінше сол темпті бірінші минуттардан ұстаған темпті көрсете алмадық. Мысалға кеше көбісі енді Дінмұхамед Қараманды мақтап жатыр ғой, міне лайық азамат бірінші рет стартта шықты, гол салды деген. Бірақ оның кеше шықпауы да екі талай еді. Өйткені 2 сағат қалғанда ойынға осы Қараман шығады деген әңгімелер айтты. Бір күн қалғанда Ораз енді жаттығу барысында жарақат алды. Бірден Скопьеге келген кезде жаттығу болды ғой. Сол кезде тізесін ауыртып алды да енді рисковать етпеді. Өйткені ол ойында шықса, маусымды аяқтай беруі мүмкін бе? Соңғы ойындардың бірі болушы еді. Қасаболат шығады деді одан кейін. Қарады, Қасаболат, Жуков бар және Қараман бар деген секілді. Сосын барлық бапкерлік құрам кәдімгідей отырып, кім шығу керек деген секілді бір талқылау жүрген кезде барлығы көбісі Қараман шығу керек, өйткені Қараман биыл өте жақсы маусымды өткізіп жатыр. Сол Қараманға сенім білдірді және соның сенім арқасында біздің Жеңістің ойыншысы гол салып кетті. Кеше жалпы орталық алаңда сол темпті ұстап тұрып, жалпы кеше Жеңістің екі футболшысы өте керемет ойнады ғой. Оның бір Исламбек Қуат, екіншісі жаңағы Дінмұхамед Қараман. Тіпті Қуат туралы осындай сенің подкастына келген инсайт айтамыз ғой. Кеше Исламбек бірінші тайм біткеннен кейін жігіттер сөз сөйледі. Жігіттер, мен үшін бұл соңғы ойын ұлттық құрамадағы. Мен осы ойыннан кейін өз мансабымды ұлттық құрамада аяқтаймын, және мен бір мажорный нотада дейді ғой, әдемі аяқтағым келеді деді. Көзінен жас алып кетті деді. Үзіліс барысында бұл бірінші таймнан кейінге. Мен жігерленгісі келді ғой. Бұл дегеніміз, ол жерде барлық тұрып, ой, рыжий, қой деп, рыжий деп кәдімгі ұрандатып, Қуаттың несін шешімін өзгертті. Жоқ, сен бізге керексің, міне қазір дәл осындай мүмкіндікте, дәл осындай футболды ойнап жатқанда, дәл осындай атмосфера пайда болған кезде, Қуат, сен кете алмайсың. Сен бізге керексің, сен біздің лидерсің. Кетуге хақың жоқ деді ғой қазір. Кетпейсің деді. Исламбек тұрды да, жігіттер, рахмет, все хорошо, мен сендермен до конца, давайте жеңіске бірге жетейік деген. Уже раздевалкада атмосфера өзгерді. Отбасылық қарым-қатынасы. Бұл дегеніміз сол 11 ғана адам емес қой, 25 адам болсын, сол расширенный спискке келген 30-40 адамдардың болсын, бұл енді оларға энергия береді ғой. Бір отбасы. Қазақстан ұлттық құрамасы футболшылар ел үшін, жер үшін ойнайды, және олар өздерінің жан рахаты үшін ойнайды ғой. Футбол сол үшін мен қызық қой, сен ойнаған кезде өзің кайф аласың ғой. Сондай кайфты кеше біздің ұлттық құрама көрсетті, және өздеріне көрсетті де, және өздеріне сенімділік пайда болғаннан кейін оны көріп отырған міне басшылық, тренерлік штаб, жанкүйер барлығы мақтап отыр ғой. Біз осындай құраманы күттік қой. Қазақстан ұлттық құрамасы Лихтенштейнмен ойнады. Ертең соңғы минуттарда гол жіберіп ұтылса да, оларды ешкім сөкпейтін еді. Өйткені кешегі футбол бұл біздің көргіміз келіп тұрған футбол, аңсап жүрген футбол, және дәл сол футбол бізді Алла қаласа алда сол Ұлыбританияда болатын Евроға, немесе Сауд Аравияда болатын әлем чемпионатында осындай футболмен біз шығуға лайықпыз деп білемін. Үміт оты жанды ғой кешегі ойыннан кейін. Сол үшін біз жаңағы енді барлығы қалай қателікпен, және көбісі айтып отыр ғой, сен де сұрақ қойдың ғой, Алиевті және Байсуфинді басынан бастап қойсақ деген секілді. Бірақ енді бұл осы моментке дейін алып келген Алиев қой, онда еңбегін жоққа шығармау керекпіз. Алиев болмағанда Кенжебек шақырылушы еді. Қосалқы құрамда Кошицын ойнаған, оны ешкім шақырмаушы еді. Ona негізі Алиев ашты. Онда айта кетуіміз керек. Ғалымжан Кенжебекке сендік. Қазір Қараманға сенеміз. Ертең Дастан Сатпаевтар келеді, Мырынскийлер келеді. Меніңше біздің ұлттық құраманың потенциалы жоғары, және осы жастар, осы бапкермен болсын, басқа бапкермен болсын, әлде талай шаңқап тұрады. Енді расымен жаңағы Камалдық атмосфераны айтып отырсың ғой. Мен бұған дейінгі ойында Македониямен болған ойында да мұңайып қайттым. Уэльспен болғанда да мен сол баяғы 10 жыл артқа кейін кетіп қалдық па деген ой келді. Маған әйтеуір жаңағы ойнаймыз, үнемі бір жанымыз саламыз, әйтеуір қақпа бағанына тиді, маңдайшаға тиді, сәттілік серік болмады деген секілді бір өз-өзімізді ақтап, өз-өзімізді жұбатып, іштей күйініп, неге сол доп
қақпаға ене салмайды, неге бағанаға тигенше қақпаға кіре салмайды деген бір өкінішпен қайтатынбыз. Сөйтіп жүрген кезде маған да айтып жатқандар болды. Бір өмір бойы ұтып жүрмедік, біз деңгейіміз осы деп айтатындар болды да. Мен бірақ сол құрамадан неге сол кезде қарным ашып, сол ойындарда неге мұңайып қайттым? Өйткені дәл кешегі Лихтенштейнмен болған ойындағы, дәл кешегі Македониямен болған матчтағыдай жігіттердің көзінен бек айтқандай жанып тұрған отты көрмедім. Ол кезде бәрі тырысып жүр, барлығы бір жұмысты жасап жүрген сияқты, бірақ бір жүгірумен, бірақ имитация бега деген бар ғой. Тура сол сияқты барлығы жұмыс істейді, барлығы бір алдына берген, өзіне берген мақсатты, міндетті орындап жүрген сияқты, әркім өз позициясында. Бірақ кешегідей жанкешті болып, мысалға Нұралы Әліп ұтылы біз тең түсіп атқан өзінде шабуылдан соңғы ойындарда қайтпай, кәдімгі жеңуіміз керек дегендей жүрді. Мысалға жаңа Исламбек Қуаттың өзінің үзіліс барысында мен соңғы ойыным болады, бір есікті тартқызып жауып кетейікші деген секілді. Мұның да бір осындай жігіттердің жалындап шығуы, кешегі Исламбек Қуаттың біздің ойыншыларды құлатып атқан кезде қарсыласқа ешқандай сары қағаз бермей, біздікілер түртіп кеткен сайын сары қағаз беріп атқанда барып төрешіге айқайлап барып сөйлеуі кәдімгі бірін-біріне деген кәдімгідей осындай бір команданың ауызбіршілігін, жанкештілігін, кәдімгі сен тұр, мен тебем дегендей ше, бір осындай бір ұжымшылдықты көрдім мен. Сондықтан мен қазір айтып отырмын, мен Али Алиевті мен де құрметтеймін. Оның адамға деген құрметінің, оның журналистке деген оның құрметін мен ерекше бағалаймын. Қазір Али Алиев келсе, тік тұрып қолын алып, арқасынан қағып құшақтап, риза болып, ризашылығымды айта аламын. Бірақ ұлттық құрамаға дәл қазір нәтиже беру тұрғысында Али Алиев көп нәрсені барлығын жасап тұр, керек ойыншыларды жинап тұрды. Бірақ дәл осы кешегі білген Байсуфиновтікіндей бір мінезді, рухты беруде бір кемшін түскен секілді. Оны мен қазір ешкім сөзімді жоққа шығарамады деп ойлаймын. Және расымен біз қазір толық құрамда ойнаған жоқпыз ұлттық құрама. Кеше 100%, енді алдында, мәселен Словенияға баратын кезде, біз шешуші матчта Евроға шығамай қалатын кезде жарақат себеп болды. Енді Асхат Тағбергенге де, Бақтияр Зайнутдиновтың де жарақатымен екеуі келе алмай қалды. Ал мына жолы енді бізде Қайраттың толықтай құрамы болған жоқ қой, былайынша айтқанда. Қайраттың мықты деген ойыншылары ол қазір алаңда жүрген Мұринский де, Тапалов та, Дассан Сәтбаев та алаңда болғанда, бәлкім кеше Македонияны біз ұтып кетуімізді мүмкін бе деген ойдамын. Тіпті қосал құрамнан қосып жүргенде соңғы 30 минут, соңғы 20 минутқа. Міне осындай жартылай 80% жиналған құрам бұл. Өйткені Максим Самородов пен Рамазан Оразовтың тағы ойнамағанын айта кетуіміз керек. Тағбергеннің карьерасын аяқтап кеткенін де айтуымыз керек бұл жерде ше. Егер осы жігіттердің барлығы болғанда біз қазір расымен математикалық болса да мүмкіндігіміз сақталатын. Ол үшін әлбетте Талғат Байсуфинов бәлкім менің ойымша осы іріктеу кезеңін бастағанда әлдеқайда нәтижелілігіміз жақсы болатын бет деген ойда бар. Ал енді қазір біз осы Македониядағы ойынды қорытындылап отырмыз. Сен осы Қараманның ойынын бұған дейінгі подкастта да жақсылап айтып өттің. Тіпті Асхат Тағбергенде менің ізімді басатын бір ойыншы болса, бүгінгі таңда ол осы Дінмұхамед Қараман деп ойлаймын деп айтқан сөзін өз құлағыңмен Асхаттың аузынан естідің. Енді Қараманға жаңа дауыс беріп барып таңдады деп отырсың да. Ал Дінмұхамед Қараманның мықты ойыншы екенін қазір біраз өмір Айдын Қожахмет те айтып жүр. Бүкіл жеңістің ойыншылары, қандай жеңіске келген бапкерлер де Қараманның міндетін айтады. Енді Қараманда бір жағынан ашылып жатыр. Өткен ойында керемет алыстан гол соқты. Кешегі ойында да оның да жаңағы таңдау арқылы өткені бір өзін көрсетуге ерекше мотивациясын арттырғандай болды да. Неліктен осы Қараманға деген көп күмән болды деп ойлайсың бапкерлер құрамында? Біріншіден енді Димаш өте қарапайым. Димаш көп сөйлемейтін, ешкіммен бір хайпты қумайтын, бір өзінің тәрбиесі көрген қарапайым жігіт. Кеше мен сол балалардан сұраймын ғой, Димаштың машинасы бар ма осы дейді да. Жоқ, машинасы жоқ, ол машинамен жүрмейді. Өйткені ол сол өзінің отбасын жалғыз асырап жүрген өз отбасындағы бала. Біздің құрамадағы Канте де кәдімгі, енді қарапайым жігіт қой. Бізде негізі Димаш секілді футболшылар көп қой Қазақстанда. Қарап отырсаң, әрбір клубта бір жақсы жас футбол
футболшыларымыз бар. Оларға сену керек, оларға мүмкіндік беру керек, және Димаш өзінің ойынымен осылай көрсетті. Кеше мысал үшін Мұратжан Қалматов да шығарды, бірақ енді Мұратжан Қалматов кеше нашарлап ойнады, жанып кетті деген секілді. Осындай ойындарда сол балаларды шығармаса, сен көре алмайсың ғой. Енді Димашты кеше шығармады, біз білеміз онда Димаштың сондай қасиеттері бар. Осында керек кезде эмблемасын алып сүйіп, отан үшін лайықпын, және күйем деген күйлерін мысалға. Оларға сондай жігіттерге мүмкіндік беру, және мысалы алдағы Фарерский островамен ойнаймыз ба, Бельгиямен де, енді қазір бізде турнирлік кестеден андай жоқ қой, енді бір интрига ешқандай қалмады. Біз сол 4-ші орында қала береміз, не жоғары бармаймыз, не төмен түспейміз. Осындай Димаш секілді мен ойнағым келеді. Сағи Совет, Арсен Ашырбек, Абылайхан бар. Соларға мүмкіндік беруіміз керек, және сондай футболшылар осындай ойында өзінің біліктілігін, өзінің бәсеке қабілеттілігін көрсетіп, осылай атады ғой. Кеше де дәл Қайрат сол секілді ғой. Анарбеков шықты, өз мүмкіндігін пайдаланып қалды. Қалмырза шықты, өз мүмкіндігін пайдаланып қалды. Қасаболаттар шықты, өз мүмкіндігін пайдаланып қалды деген секілді. Кеше тіпті ойынның алдында негізгі құрамынан Дінмұхамед Қараманды көргендер менен сұрап жатқандар болды. Екен, Дінмұхамед Қараман деген кім? Қалай ойнайды өзі деген тұрғыда. Және сен жаңа Қараманның өте қарапайымдылығын айтып отырсың ғой, Дінмұхамед Қараман мектепті Қызылға бітірген, жоғары оқу орнында Қызылға бітірген, мектепті Алтын белгіге бітірген екен. Міне сондай білімділігі де бар да оның. Көрініп тұр ғой, кеше отбор десе отборы бар. Атакада көмектеседі десе атакада көмектеседі. Позициялық тұрғыдан өте кеше жақсы ойнады. Қуат Занютдинов үштіге тіпті білмеймін, өзім өмір бойы бірге ойнап жүргендей болды да. Кайф алдық та ана ойыннан. Лишний емес, новичок емес секілді. Енді міне осы Димаш осынан ойыннан кейін Бельгияға қалай шықпайды? Негізгі құрамға деген сұрақ. Димашты шақырмай қойса неге шақырмадың деп қазір қырғын шығарады ғой. Сол себептен айтып тұрмын ғой, біздің қазақ футболшыларына, жалпы біздің еліміздегі КПЛ-ді қарамайтын жандарға КПЛ-ді қараңыздар. Димашты егер КПЛ-ді қарасаңыздар, Димаштан артық демей қойын, Димаштан кем емес футболшылар бар, Оқжетпесте, басқа да клубтарда. Сол себептен біздің футболға енді сол қызығушылық артса, футболшылардың білмеймін енді өздерінің медийкасы артса, бұл қазақ футболының жеңісі, және біздің ұлттық құраманың. Дәл осы сөзде енді сенің сөзің толықтыра кетейін, кеше мәселен бәріміз осы жерде сол қазір Дінмұхамед Қараманды мақтап отырсақ, Дінмұхамед Қашкенді сынадық. Сол кезде ол да қазақтың баласы ғой, шетелдіктерге бергенше одан да осындай ойыншылар ойнасын деп жатқан дүниелер көп болды да маған. Айбек, неге сынай бересіз? Мен айтып отырғаным осындай жағдай Қашкен секілді ешқандай ойын критериясына сай емес тұрғыда ұлттық құрамаға алынғанша, осы Қараман секілді еңбегі бар қазақтың балдары келсе, солардың жолын жаппаса, солардың орны, сен айттың, біреудің орнын алып отырдың. Сондай біреудің орнын алып қоймау керек та, біздің айтып отырғанымыз сол. Әйтпесе біз ұлттық құрамаға шетелдік ойын шақыру керек, легионерлерді қазақ паспортын алып беру керек деген әңгіме айтып отқан жоқпыз ғой. Осы тұрғыда да сіздер мәселен футболды кейбіреулердің сөйтіп жазғандардың несін ашсаң, біреуі жаңағы мебель жасайтын адам, біреуі мүлдем айдалада басқа бір салада жүрген адамдар футболды әйтеуір ана жерде үзіндіні ғана көріп қалып, сол жерден ғана футболға әйтеуір пікірін айтып кетіп жатқан адамдарды. Қарап отырсыз ба? Жоқ, не айтып отыр мынау бір адамға, мен мысалға біреуге экономика туралы айтып жатқан, болмаса сұлулық туралы айтып жатқан, дизайнерлер туралы айтып жатқан адамға мен сын айтып өзімнің пікірімді білбей биттемеш, оды мынауыңнан жақсы ғой деп айту үшін мен сол саланың маманы болуым керек қой. Айту үшін ұяламын мен өзімнің себебі айтқан адам өзінің сөзіне жауап беру керек. Неге сен ол пікіріңді айтып жатсың дегендей. Ал біз енді осы салада жүргеннен кейін, 20 жыл спорт саласында жүргеннен кейін, және дәл осы футболды 10 жыл ойнағаннан кейін барлығын білген тұрғыда айттық. Енді міне қазір Қараманды айтып жатырмыз, Исламбек Қуатты айтып жатырмыз. Тіпті қоштасқанда айтып қайтадан қалған айттық, бірақ Исламбек Қуат ертең Бельгияға қарсы ойнамайды. Батёкада ойнамайды. Бақтияр Зайнутдинов ойнамайды. Кімді шығару керек деп ойлайсыңдар бұның орнына? Және дәл осы тұрғыда мен бірден қосымша сұрақ қоя кетейінші. Айбол Әбікен шақыртып алуы мүмкін ба осы ойындарға? Өйткені қазір Исламбек Қуат жоқ, Асхат тағы берген жоқ. Міне дәл осындай функцияны мен алаңда атқара алатын Қазақстан премьер-лигасында бірден бір ойыншы. Және Қазақстан премьер-лигасындағы әрбір матчта
бірінші минуттан 90-шы минутқа шейін өзін алмастырмай негізгі құрамда ойнаған бірден бір ойыншы Айбол Абекен деп айта аламын да. Қаншалықты лайық Айбол Абекен дәл қазір ертең ұлттық құрамаға шақыртылуға? Абекен, лайықты ойыншы, өйткені Қайсарда бір көшбасшы ойыншылардың бірі, Қайсарда алға сөйлеген, биылғы анау Атырауға салған әдемі голы бар деген секілді. Меніңше мүмкіндік беретін секілді, өйткені Зайнудинов та ойнамайды, Қуат та ойнамайды. Бізге опорник керек. Бірақ бізде Оразов бар, кім бар, Қараман бар, одан бөлек жаңағы Алмас Төлебай деген бар, білесіздер, Елмайдың ойыншысы. Бірақ Алмас Төлебай оң қапталда ойнап жүр ғой қазір көбіне. Жоқ, негізі опорникті да ойнайтын жігіт қой, былай айтқанда. Шақырту мүмкін, бәрі бас бапкердің өзінің құзыретінде. Бір қызық айта кетейін, осы жыл Талғат Марванович Байсуфинов туралы. Ұлттық құрама сапында тренерлердің ішінде ең көп тең ойнаған бапкер осы Байсуфинов. Талғат Марванович, өйткені ол Босниямен 2 рет тең ойнады, Украинамен 2 рет тең ойнады, Польшамен тең ойнады, Румыниямен тең ойнады, енді келіп Македониямен 6 ойын, 7 ойын ба тең ойнап келе жатыр. Кешегі ойында да, мысалы, мен ойлап тұрдым, неужели бүгін Талғат Марванович сырталаңда жеңіске жетеді деп. Өйткені Лихтенштейнмен болған ойыны алғашқы жеңісі болды. Ұлттық құрама тізгініндегі. Сырталаңда Македонияны жеңсек, мүмкін бір Талғат Марванов үшін бір жетістік болады. Себебі сырталаңды жеңбеген әлі. Ертең мүмкін осы жеңісті Бельгияға қалдырып жатқан шығармыз. Сақтап. Өте қиын жағдай, бірақ енді Бельгия... Кім білет, ол Талғат Марванның ұлы керісінше осындай қиын соперниктермен жақсы ойнайтын бапкер екенін білеміз. Кезінде Польшамен 2-0 ұтылып тұрып 2-2 қылған деген секілді. Көбісі айтты, олай Франциядан 8-0 жеңілді, бірақ Францияда жеңілгеннің пайдасы көп дейді. Өйткені Адиев келген кезде сол Талғат Марванның қойып кеткен базадағы ойыншылармен алып результат көрсетті. Өйткені сол кезде Самародов шықты, Каримов шықты, жаңағы тағы да басқа жас ойыншылар ойнай бастады. Әліп деген секілді, Әліп основной игрок болды деген секілді. Қазір де мысалы Қараман шығып жатыр, Кенжебек түрлене түсті, мысалы осыған дейін голды саламай келіп, Лихтенштейнмен гол салды, 2 гол салды деген секілді. Кім білет, ертең тағы да жас ойыншыларды шақырып қалар мүмкін. Қалай айтатын еді, біреудің несі қиыншылығы біреуге сәйкес келіп, жаңағы Зайнудинов ойнамаған, мүмкін басқа бір ойыншының ашылуына себеп болатын секілді. Сондықтан біз қазір Бельгияның алдында әлсіреп қалдық деп айтпауымыз керек. Басқа ойыншыларға мүмкіндік деп айтуымыз керек қой. Өйткені Македониямен мүмкін кеше Самародовтар ойнаған кезде басқаша ойнап, ойын жүрмей қалуы мүмкін еді. Қараман алға шықпай қалуы мүмкін. Қараман шықпай, Рамазан Оразов ойнағанда, мүмкін, Свиридов кеше қалай бәрі айтты ғой, Шушыначев тұрғанда қайдағы Свиридов, не істеп жатсыңдар, не қайдағы қайтан Елімайдың футболшысы келді ғой, кеше Свиридов қалай лучший болды ғой. Прессингі, корпустың корпусы, сосын ана Свиридов астыға түсетті. Ол андай, сен естетіңіздерші, Шушыначев Патеканың орнына шығады, Патека нападающий болып кетеді. Ондай болмайды ғой. Ал кеше Свиридовтың өзінің жаңағы физикалық тұрғыдан скорость арқылы Патеканың орнына келді. Патека кейде нағыз центральный нападающий ретінде қабылдап, атаканы разворот етіп бастаған секілді. Бұл тактический нелер ғой енді, көптеген моменттер. Бір жағынан Қазбек дұрыс айтады, бәріне мүмкіндік, және мен ойлаймын енді Бельгияға қарсы Қазақстан үшін маңызды матч қой енді өз алаңымызда. Бірақ Бельгия үшін бірінші әлем чемпионатына тікелей бірінші орыннан шығу үшін бізде міндетті түрде ұту керек, және олар ертең күні міндетті түрде бірінші құраммен келеді. Кевин Де Брюйне, Тибо Куртуа, барлығы Деукулар барлығы келеді, және сол фонда өйткені біз білеміз Македония, жаңағы Уэльс, Словения, Ирландия, кім бар, Финляндия, Дания секілді құрамалар мықты ғой, бірақ олар топ емес. Ал Бельгияға қарсы Марванович 8-0-ден кейін, Франциядан кейін масқара отылдық қой. Ол кезде айтпақшы Покатилов тұрған. Бельгиямен де Покатилов тұруы мүмкін деген бір не бар енді, қалжың. Сол себептен сол Бельгияға қарсы ойында білмеймін, енді жігіттерде не қысым қажет емес.
қысым қажет емес, осындай футболмен осылай ойнасын. Иә, түсінікті, Бельгия ұтады, Бельгия лидер, әрбір футболшысы біздің футболшыдан артық. Бірақ енді өз аламызда біз кез келген құрамаға төтеп бере аламыз, жақсы ойнаймыз. Бельгиямен бір біз тең ойнадық қой біз. Ұтады деуге мен келіспеймін. Бельгия ұтады қазір екен. Бельгияны ұпай ала алады. Жоқ, ала алады, теориялық ала алады ғой, бірақ Тіпті ұтып кетуі де мүмкін. сорласайық. Неменеге? Білмеймін, маған бәрібір. Келіңдер, мен қолдарың қияйын сендердің. Шайға. Шай не сәй? Неменеге? Бұл деген қазір миллиондап жұмыс жасап жүрген адам ғой енді. Кемі 100 мың қылыңдар қайттан болмаса мен куә болайын. Қазбекті айымен не істейсің алып? 100 мың алып қоямын. Федерацияда соңғы бұл подкаст отырсыздар ғой. Ол енді шай кеп бергені 100 мың теңге елге қызық емес. Бір шаш па бірдеңе. Шашын алу деген ба? Сондай нәрсе. Жоқ, мен елдарды шашсыз қалған елес. Жоқ, мен қалмаймын да екен. Бұл спортивный. Неге сен сенбейсің, сен Бельгияны мен ертең мен де Қазбек секілді. Жоқ, мен патриот, тоқтатуымыз мүмкін реалист. секілді. Жоқ, тоқтата алмаймыз, жігіттер қалай Жоқ, тоқтатасың? кемі ничья ойнайды деген. О, ничья да ойнай алмайды біздікілер Бельгиямен өз алаңында. Енді сол үшін Қанша жыл өтті ғой, келді ғой. Сен шашыңды алуға дайынсың ба Бельгияны ұтып қалсақ? Дайын. Дайынсың ба Бельгияны тоқтатса? Иә. Кәні қол алсыңдар, кәні көрейік онда. Мен сен 100 мың қосып берейін. Әне 100 мың қосып береді. Сол кезде сен соны шайға шақырасың бізді. Осы жерде дәл Айбек өзің қырасың сен. Өзім куәмін. Ал міне, келісілді, егер Бельгия құрамасымен тең түсетін болсақ, немесе ұтып кететін болсақ, Эльдар шашын алып тастайды, және 100 мың теңгені Қазбекке қосып береді. Ал Бельгиядан ұтылсақ, сен 100 мың теңге бермейсің, бірақ шашыңды тықыр басқып алып тастайсың. Давай. Келістік. Мен жеңіп тұрмын ғой. Ал енді тамаша. Қазір бұл ойыннан мен де бірден ойымды айтатын болса, Бельгияны тоқтатуымыз мүмкін. Сенем оған қазір Қазақстан құрамасының Алдамандар. мүмкіндігі бар. Оған дейін тіпті Бельгия бірінші орынмен жаңа шығу мәселесін мен ойымша шешіп те қойды. Олар өткен Лихтенштейнмен ойнайды. Иә. 100% шешіп қояды өткені. Лихтенштейнді жеңсе шешіп қояды. Иә, неге десеңіздер, олар қазір Солтүстік Македониядан өтіп кетті. Уэльс тіпті ай далада қалды. Лихтенштейнмен қашан ойнайды олар? Бізден кейін ойнайды. Біздің алдымызда ойнайды. Бельгия қазір 14 ұпай бар. Бірінші орында тұр, 6 ойын. Северный Македония 7 ойыннан кейін 13 ұпай. Бірақ ойын қалды. Енді Уэльспен бір ойын қалды. Ал Бельгия қазір қараңыз, Бельгия Уэльстен 4 ұпай озып тұр қазірдің өзінде. Бірінші орын алу керек, неге шығу үшін, напрямую. Енді қазір календарьда келесі кім тұр? Енді қазір календарын қараймыз. Дома на выезде Қазақстан, дома Бельгия құрамасында келесі ойын Қазақстан, одан кейін Лихтенштейн өз алаңында болады. Өз алаңында. Келу мүмкін. Қазақстанмен тең түседі. Қазақстанмен тең түседі да. Лихтенштейнмен өз алаңында. Өз алаңында мәселені шешіп тастай салады. Қазбекті ассызда комментарий толтырып жапсыздандаршы. Сондықтан енді бұл ойында ал Уэльс құрамасына келетін болсақ, міне Уэльстің жағдайы қиындау. Өйткені келесі түрде олар Македониямен ойнайды. Иә. Жоқ, Уэльс Македонияны ұтуы мүмкін. Дома ойнайды ғой олар. Қазір жоқ, Уэльс келесі турда Лихтенштейнге барады. Ең соңғы ойында Солтүстік Македонияны өз алаңында қабылдайды. Және кешегі ойын үшін Уэльс бізге рахмет айту керек негізі. Гаррет Бейлдің жаңағы ағайын туыстарының бәріге Қазақстан үшін кеше рахметін айту керек. Ал қазір бізде енді алдағы ойынды айтып отырмыз ғой. Мен осы қорытындылай салайын, иә. Осымен енді ұлттық құраманың кешегі ойын болған шығар. Иә. Меніңше біз енді жалпы жанкүйерлерінде ешқандай осы екі матчқа қатты аса бір критика айтқан жоқ, барлығы жақсы деп ойлаймын. Енді соңғы матч бұл енді біздің тәжірибе болу керек деп ойлаймын. Жақсы ойыншыларды келесі біз іріктеуге дайындалуымыз керек. Дегенмен енді біз Ғалымжан Кенжебекті бақтап жатыр, Дінмұхамед қарамағында айтып жатыр. Осы ретте енді жігіттерге осымен болдым толдым демей, керісінше жұмыс істеп өздерін көрсетсе екен деймін. Өйткені кешегі матчта біз Ислам Чесноковтың ойынына көңіліміз толмады. Өз мүмкіндігін және де тобылда жарқырап жүрген Ислам Чесноковты біз көре алмадық. Әйтпесе осыдан 2 жыл бұрын Сан Маринаға гол салған кезде Ислам Чесноков енді кеп жатқан құрамаға өзін құрамада бұрын ойнамаған аш бала секілді кәдімгі қолынан келетін мүмкіндігін барын көрсетуге тырысады. Сол секілді Максим Самородовты да біз білеміз. Магомед Адиптің кезінде құраманың лидері болды. Словенияға гол салды, Солтүстік Ирландияға гол салды. Бірақ осы жылы
Лихтенштейннен кейін Максим Самородовтың ойыны жүрер емес, мүмкіндіктерін сала алмай жатыр енді. Осы Солтүстік Македония ОС-пен ойында добы жаңағы қақпа бағанына тиді, бала кетіп жатыр. Тіптен Ахматта да ойыны жүрмей жатыр. Сондықтан Макске де, Исламға да меніңше өздерін қолға алып қайтадан көшбасшы болуға ұмтылғаны бізге де өздеріне де қажет деп санаймын. Өйткені дәл сондай ақылды мен Ғалымжан Кенжебекке де айтқым келеді. Дәл қазір оның жұлдызы жарқырап тұр. Оған деген жанкүйерлердің сенімі де, басқа да мамандардың да бағалау ерекше болып жатыр. Өйткені ол тамыз айында Қазақстан премьер-лигасының ең үздік ойыншысы атанды. Ұлттық құрамада да қазір меніңше ол осы қазан айында үздік ойыншысы атану әбден мүмкін. Премьер-лигада соңғы матчтарда енді Еврокубокқа елімай шығаратын болса, ұлттық құрамада кешегі ойындары бар. Бірақ осымен жігіттерге тоқмейілсіп қалмас екен, бір-екі мақтауға ғана тоқтап қалмас екен, алға ұмтылса екен, жұмыс істесе екен. Біздің жаңа елдар айтқандай, алдағы 2028 жылы Еуропа чемпионаты, 2030 жылғы әлем чемпионаттарына бастайтын жігіттер болса екен деген үміт бар. Бекпен осы жерде Ислам Чесноковтың ойыны маған ұнады. Жанкештілік танытты, оң қапталды бір өзі алып жүрді, бірнеше қорғаушы оны жапты. Ол бір керемет Ғалымжан Кенжебек секілді былай дене пішімі вук өтіп кететіндей ойыншы емес, бірақ бәрі айтады, ирелеңдеп, мынау жылан құсап деп біраз сынап жатқандарда, мен Ислам Чесноковты мен алғашқы ойында қалай көрдім, оның ойыны осылай өмір денесінің бәрі былай қозғалып жүріп ойнайды, бірақ ол кешегі ойында қандай корпуспен жауып ойнады, оң қапталда неше рет ұрымтал тұсқа шығарды. Білмеймін, бәрібір сынай аласыз ба Ислам Чесноковты кешегі ойыншы? Сынап жатқан жоқ. Жалпы Чесноковтың тобыл сапытында Базилмен ойнаған ойыны мен қазіргі ойын екі бөлек. Дәл солай Максим Самородовтың ең бірінші Адиевтің кезіндегі бірінші жылы мен қазіргі ойын басқаша. Эльхан Астановта дәл солай бірінші жылы Лига нация кезінде Эльхан Астанов дүркіреп тұрды. Одан кейінгі ойыны басқаша. Біздегі жастардағы ең осы не ғой? Қателік жаңа стабильность жоқ та, бір жыл жақсы ойнайды, жұрттар мақтайды, ойбай мынау ертең жүзда, ертең бүкілін алып шығады. Потом келесі жыл ол ойыншылар білмеймін не себепті кішкене өзіне деген өзімен жұмыс. Ислам Чесноковтың қазіргі сүреңсіз ойынына оны Хартсқа жібермей қою әсер етті деді Эльдар. Мәселен, Хартсқа бармаған соң ол көңілсіз болып қалды, күшті мотивациясын жоғалтып алды, ақыры маусымның соңына дейін алып қалғысы келді, тіпті тобыл чемпион болып жатса келесі жылдары алып қалғысы келді деген. Бұл да әсер етуі мүмкін ғой Исламның? Әрине, бұл әлемдік практика ғой, өйткені әлем чемпионатына дейін, Европа чемпионатына дейін барлық футболшылар келесі маусымда қай клубта ойнайтынын шешіп қою керек. Өйткені бүкіл ой, бүкіл жаңағы внимание, фокус ұлттық құрамадағы сол әлем чемпионатта ойында болуы мүмкін. Оларда футболшылар, олар робот емес қой, олардың үйлерінде жағдай болады, олардың да туыстары ауырады, олардың да андай бір кейбір моменттері бар, ит ауырып қалды деген секілді, ана сынып қалды, машинасы бірдеңке бұзылып қалды деген. Оларда қарапайым адамдарды, олардың да бұттары мәселелері бар. Сол себептен енді Бек айтып отырғаны қысқасы, әрбір футболшы өзінің максималды тұрғыда топ деңгейін көрсетсе, сол ойында Македониямен қарсы кеше, өйткені Ислам кеше Бек айтқан жоқ, нашар ойнады деп, бірақ өзінің возможностьтен төмен ойнады. Кеше ол сол өзінің топ деңгейде ойнаса, біздің ұлттық құрама мүмкін ұтар ма еді. Кеше барлық футболшылар топ деңгейде ойнаса. Дәл өз сұрақты толтырып кетейін Эльдар саған, өткен ойында Лихтенштейннен болған матчтан кейін сен Максим Самородовтың ойынын Бек екеуің сынадыңдар. Бүгінгі құрамадағы осы алаңға шыққан ойыншылардың ішіндегі ең көңілдеріңнен шықпағаны Самородовтың ойыны болды. Кешегі Македониямен болған матчта көңілдеріңнен ең шықпаған ойыншы Чесноков болды ма, әлде басқа да ойыншылар болды ма? Ислам Чесноков. Мен де толықтай Бекпен келсем, кешегі ойында Ислам өзінің деңгейінен төмен ойнады да, просто бүкіл басқа футболшылардың жаңағы агрессиясы бар, жақсы ойыны бар, сонымен білінбей қалды негізі. Бірақ жаңа заменада шыққан жігіттерді айтып отырған жоқпыз ғой, барлығы жақсы ойнады. Бірақ Ислам өзінің деңгейінен төмен. Өйткені біз оның мықты екенін білеміз, мықты футболшы екенін білеміз. Бекерден бекер ол қыста Шотландияның чемпионатына ауыспайды ғой, соның барын дәлелдеді. Дәл сол пикті әрбір құраманың ойында біз көретін болсақ, біз
алысқа шабамыз. Бұйыртса- Сол нені ашып беретін просто Иә. фанаттар, журналисттер, бапкерлік құрам, КФФ басшылығы. Просто біз оларға бүкіл жағдайды жасап, кәдімгідей дұрыс ақылымызды айтып, ынталандырып, осындай ойындарға кәдімгідей шанын қаптырып шығаруымыз керек. Жалпы ше осы жерде мен салыстырмалы түрде қарап жатырмын да, баяғы біз Украинамен тең ойнайтын кезбен қазіргі кездегі шабуылдағы потенциалды қарасақ, бір 2-3 есе көп бізде потенциал. Өйткені бізде әр позицияда 2-3 ойыншыдан бар. Мысалы, Кенжебек ойнамаса Самародов ойнай салады деген секілді. Сатпаев ойнамаса Швиров жаңа Швиров дейсің ба? жоқ, кім? Свиридов ойнайды деген секілді. Мынау қаптарда мысалы, жаңа Чесноков ойнамаса Сатпаевты тағы қоюға болады, вариация көп та бізде. Сол себепті кешегі ойында ойын стилі, мысалы алдыңғы ойындарды қарасаңыз Босниамен немен біз кішкене қорғанысты көп көңіл бөліп, бір контратакамен ойнап, бір өзіміздің ойынымызды емес, қарсыластың ойынына қарап подстраиваться етіп ойнайтынбыз, иә. Ал қазір бізде шабуылда выбор көп выбор. Тіпті ұлттық құрама шақырмаған ойыншылар да бар да, мысалы Өміртаев деген секілді. Мысалы Өміртаев ол кезде основной шабуылшы болуы мүмкін еді. Себебі ол кезде бізде кімдер ойнады? Азат Нұрғалиев ойнады, Сережан Мужиков, Абат Айымбетов енді ойнап жатқан кез. Кішкене шабуылда вариативность болмады бізде ол кезде. Эластичный шабуылшылар болмады. Көбінесе жаңа Роман Муртазаев секілді кішкене корпуспен ойнайтын сондай шабуылшылар болды да, ал қазіргі біздің шабуылдағылар более техника жағынан мықты, скорость бар, сондай ойыншылар жиналып қалды. Ал расымен Абат Айымбетов қайда қазір? Расымен кешегі құрамада Абат Айымбетовтің бір джокер ретінде қосал құрамнан қосылғанда бәлкім Шушинашевтың орнына, кеше жеңіп кетуімізді мүмкін бет. Және кешегі 2 гол соғылуына да Нұралиевтің де қосқан үлесін айта кетуіміз керек. Бірінші голдың да дәл осы Нұралиевтің шабуылға қосылуынан кейін жүзеге алды. Және екінші рет Нұралиев керемет айбалаңының ішіне кіріп, әдемі пас шығарды, бірақ Шушинашев Бақтияр Зайнутдиновқа допты қалдырмай, өзі допты тоқтатып қалды, және бір керемет потенциалды голды жоғалтып алдық. Абаттың агенті қазір мен соңғы сұхбаттарында енді клуб іздеп жатқанын айтып жатыр. Меніңше ол мамырдан бері көп болды, 4-5 ай болды, клубсыз жүр. Бұл енді ұзақ уақыт. Меніңше енді Абатқа жақында команда табу керек, әтпесе енді ұлттық құрамадан біртіндеп өстіп алыстап қала береді дейсің ғой. Өйткені жасы 30-дан асып бара жатыр. Шынымен де жаңағы осы Қазбек айтқандай, біздегі қапталдағы шабуылшылар енді орталық алаңда Иван Свиридов бар, Артур Шушинашев бар, Оралхан Өміртаев бар. Егер Абат Айымбетов келсе, жаңа сіз айтқан жокерлік, оның өзінің бір 90 минут Абат керемет ойнап беру мүмкін емес, бірақ ол өзіне берілген 15-20 минутта да кейде жақсы тиімді пайдаланып кететін біз бұған дейінгі жылдарда көрдік. Таңдау болған жақсы, ол бапкерге де жақсы, жанкүйерлерге де жақсы. Сондықтан осындай Абат Айымбетовтің жалпы ұлттық құрамаға оралуын асыға күтеміз. Және кешегі енді біздің қақпаға кірген гол айып соққысынан кірді. Мен енді біраз әлеуметтік желілерді қарап отырмын. Мұхамеджан Сейсенді осы кірген голға сынап жатқандар бар. Мен енді сіз Астананың болельшісіз жалпы ол анау допты қалай притик штангымен притик кіріп кетті ғой сен. Қанша жерден бойын ұзын болып Куртуа болсаң да бір секірістен қайтару қиын болады еді. Неге сен Қазбек қазір Сейсенді тек Астананың ойыншысы болған соң оны қорғап отыр деп ойлайсың? Сен де голға сол Мұхамеджан Сейсенді кінәлайсың ба? 50-50. Өйткені мен жоқ, егер айып алаң жанында болғанда бұл айып добы мен түсінушем, бірақ өте көп уақыт болды бұл доптың Барди салды ғой, өте көп бір 3-4 секунд болды негізі. Меніңше егер Мұхамеджан Сейсен бір ертерек сол жаққа қимылдап, онда бір перекладин астына емес, дәл сол қақпашының бойы келетін жерге келді ғой мысалға. Меніңше бір сейф жасауға болушы ма еді, бірақ Сейсен бірінші таймда 2 сейф жасады. Жоқ, білем ғой, соны айтайын деп отырмын ғой. Ұлттық құрама ең мықты ойыншылардың бірі болды ғой осы ойында. Ол и так бізді 5-6 демей қойық, 2-3 голдан аман сақтап қалды. Сондықтан да бұл жерде мен оған түсініспен қараймын. Бұл андай, бұл не секілді ғой енді? 50-50 бұл жерде.
Оны қайтаруға да болмуш еді, немесе тұрып қалуға да болуш еді. Енді біз айып соққысынан жіберілген голдарда үнемі қақпашыларды кінәлауға дайын боламыз да. Бірақ неге Деклан Райс Чемпиондар лигасының ширек финалында 10 минуттың ішінде Реал Мадридқа Куртуаның қақпасына 2 гол соққан кезде керемет айып соққысынан. Онда да айдаладан 30 метр жерден кемі. Біз Деклан Райс керемет соқты дейміз да. Куртуаны кінәламаймыз. Біз мәселен ана жақтан айып соққыға тағы берген Дания дәл сондай соққы жасады. Жоқ, екі түрлі жаңа Деклан Райстікі және кеше Барди соққан 2 түрлі гол болды негізі. Жоқ, кешегі голды кешегі голда кінәлі Элдар, кешегі голда Сейсеннің жағы жіберген голын сен басқаша анау дәл сол гол соғылғаннан кейінгі ракурстан көрген сияқтысың. Егер шатаспасаң, кеше ойынның барысында біраздан кейін тағы да бір басқа ракурстан көрсетті. Мен де сол кезде доп айналып барып кәдімгі бағанаға тиіп тұрып кіргенін көрдім. Бағана тиген жоқ, жайып тұрмын ғой. Егер айыбаланың жанында болса, мен айтып жүрмін, болды. Деклан Райс соқты ғой, жақын болды ғой. 100%. Ол да бар ғой, және оның алдында бұл қатты биік кетті ғой. Стенка ол қатты биік кеткен жоқ. Стенкадан асып барып доп түсті. Жоқ, болған гол болды ғой. Негізі осындай жағдайларда концентрация физика жетпей қалады, өйткені бұл айып доп бізге қалай келді. Жоқ жерден Батёка шалып жіберді ғой ана футболшыны. Ондай моменттерде де салқынғанды болу керек. Бұл факторлар ғой. Негізі енді XG-ға қарасан, Македония бізге 2 гол салу керек, біз Македония 2 гол салуымыз керек. Нағыз тең ойын. Бірінші тайм біз жақсы ойнадық, екінші тайм олар жақсы ойнады. Біз 3 гол салу керек. Айтпақшы, сен өзің айттың ғой, кіретін гол кірмей ма? Иә, кірмейтін гол кірмейді екен ғой деген доп. Чесноковтың сол штрафныйдан болмаса, соңында жаңағы Сейсеннің 1-2 сейві болмай, сол гол кіріп кетсе, басқа ойын мысалы. Енді осы жаңағы ойында менде Сейсеннің кешегі рөлін ерекше атап өте аламын. Керемет сейвтер жасады, кіріп баратқан допты бірнеше мәрте. Ал жаңағы кімге келетін болсақ, біздің шабуылдағы мәселеде сол көбісі Чесноковты сынап жатқан, сол баспен соғатын жерде соға алмай қалды деп жатқан шығар. Енді бірақ әлемдік деңгейде ондай жағдайлар талай болып тұрады. Ол күтпеген жағдай. Нұралы Әліп келіп шабуылға қосылды, тепті. Нұралы Әліппен рикошетпен ары қарай барып, жаңағы доли секундта болатын дүние ғой ол. Енді бәлкім Криштиану Роналду болса, енді соғып көтермеді ол. Енді жаңағы Левандовский болса соғып кетуі мүмкін беді. Бірақ енді Ислам Чесноков ол алаңның ортасындағы кәдімгі орталық шабуылшы емес қой. Сондықтан да мен бұл тұрғыда Чесноковқа кешіріммен қарауды сұраймын. Және кешегі ойында мен бүкіл ойыншыларды ешкімді сынамаймын, бәріне ризамын. Тіпті қосал құрамнан шыққан ойыншыларда, тіпті сол жаңағы Шушинашевтың өзі де бар мүмкіндігін жүзеге асыруға тырысты. Бірақ мен бір ойыншыны Бельгиямен болған ойында да түсіне алмадым. Алаңға шыққан ойында, кешегі ойында да өте бір сондай қосал құрамнан қосылып, алаңда өзін тіпті жоғалтып алды деп айта аламын. Халматов Мұратжан. Осы Халматовтың ойыны жайын не айтасыздар? Неліктен бұл ойыншы дәл осылай қорқып ойнайды, әлде оның бар деңгейі осы ма? Шынымен де ше, мысалы кешегі ойында Шушиныш айтуға болады, саламай қалды. Бірақ Шушиныш тырысқан көрінді да, анау моменттерде әйтеуір болса да, құлап бара жатып болса да, қақпаға тепкісі келіп кәдімгідей мүмкіндіктер бар. Анау Зайнудинов көрмей қалды ол моментте, бірақ шынымен де ол жерде теріс қарап тұрды ғой. Теріс қарап тұрды. Халматовты білмедім, енді бір сәл жастау болғансын ба, кішкене ойынға кірамай қалған секілді көрінді. Әлде де пісу керек секілді, Халматов. Кішкене пісу керек, мүмкіншілік әлі де беру керек секілді, бірақ потенциал болғаннан кейін шығар, енді ұлттық құрамаға шақыртып алып жатыр, қаншама рет. Кешегі ойында сіздер бір ойыншыны аттап өтпедіңіздер. Кім ойынды? Әлібек Қасым. Пустой воротадан шығарып алды. Кіріп баратқан допты шығарып алды. Керемет, және дәл сол кезде де қателескен сол Халматов болды. Сол Халматовқа сол кезде барлығы, Мұхамеджан Сейсен де бәрі жүгіріп кеп, саспа, басыңмен ойна деп дегенді айтып жатты ғой. Енді Халматовты да қазір жерден алып жерге салмай-ақ қойық, жас ойыншы алдағы уақыттарда өзінің тәжірибесін толықтыра жатар. Енді қазір біраз дүниені талқыладық, ұлттық құрамадағы мүмкіндігіміз талқыладық. Біз өткен жолы бірақ айтқан болатынбыз осының алдындағы подкастта, егер Талғат Байсуфинов 5 ұпай алып жатса, ұлттық құрамада қалу мүмкіндігі жайлы. Және қалуға лайық ба деген. Және сол кезде де 5 ұпай алмайды.
деген бір нақты сенімді түрде елдар айтқан алмай болатын. 4 ұпаймен қалдық қой. 5 ұпай алмаймыз ба? Енді бір ақ ұпай алуымыз керек қой Бельгияға қарсы. Оны қазып екенбіз спорласып қойдық қой. Жоқ, енді жарайды. Ал сен енді бұл жердегі спорларыңды ұмыта тұрайық. Талғат Байсуфинов егер Бельгиядан ұпай алып жатса, сен енді сенімдісің алмайтынына, бірақ алып жатса, сен енді оның қалмайтынын біліп, қалмайды деген сенімді пікірдесің. Қаншалықты қалдыру керекпіз егер Бельгияны тоқтатып жатсақ Байсуфиновты? Енді бізде андай эйфория болады кейде. Вау, біреу күшті кетсе болды, біз үшін бұл әлемдік жұлдыз, әлемдік спортшы деген секілді. Бірақ енді Байсуфинов мырза былтыр 16 жыл болды, жұмыс атқарды, орнынан алып тастады деген секілді. Осы жолда ол енді бапкерлікке тіпті қайтып келмеймін деп Ұлытауда менеджерлік жұмыспен атқарылып жүр деген секілді. Білмеймін, меніңше Талғат Марауал өзде осындай рутина демей қойғыш, қысымда давлениеде жұмыс істегісі келмейтін секілді. Жоқ, бірақ ол бөлек, ол өз таңдауы деп отырсың ғой енді. Федерацияның таңдауы қалай болу керек? Енді көбісі білмеймін, олар қазір кім ғой? Шетелдік бапкер қазақстандықтар айтты ғой бізге, біздің жұртты. Бізге шетелдік бапкер керек, бізге шетелдік мүлікті жаңағы ұлттық құрамамен жұмыс атқарған, немесе бірдеңке жеңген, атақ, даңқы бар бапкерлер керек, және сондай бапкерлерді меніңше федерация беруге тырысатын сияқты. Бірақ егер ертең ала қаласа Бельгияны ұтып кетсек, сондай бір моменттер болса, Байсуфиновты мүмкін қалдырып, бірақ ол кезде фокус клубта және ұлттық құрамада екеуін біреуін таңдау керек қой деген секілді ғой. Негізі ұлттық құрамада енді бапкер емес қой, ол жақта Нұркен Мазбаев бас бапкер, және Ұлытаудың әлі келесі жылғы мәселесі де толық шешілген жоқ негізі. Және Талғат Байсуфинов менің ойымша ешқандай бас бапкерлігіне кедергі келтірмейтін секілді, өйткені ұлттық құраманың ойындары жолдастық кездесулерді ғана алмағанда ұлттық құраманың негізгі ойындарының барлығы арнайы FIFA бекіткен, UEFA бекіткен паузада. Жоқ, сізде ол просто ол ойлаудың өзі қате. 10 күнде бір 2 ойын өткізеді. Осы тұрғыда ол 10 күндік жұмыс емес қой. Сен келмейсің де 10 күнге, болды мен келдім 10 күнде. Кімді аламыз? Бұл кәдімгі аналитика. Талғат Байсуфинов кез келген матчты, кез келген ойынды, кез келген футболшыны қарап отыру керек қой. Маусым бойы ол Ұлытауға қарай ма, әлде ол Қалматовқа қарай ма деген сұрақ қой. Ол андай жұмыс емес, ол 10 күнге келді, жиналды, сбор ойын ойналды, кетті. Аналитика, көп көрінбейтін жұмыстар бар. Оны Талғат Марауал осы жаста жасай ма деген сұрақ, жасағысы келе ме деген сұрақ. Жоқ, Елдар, бас бапкердің тренер аналитик. Аналитикалық тренері болады. Ол басқа. Селекционный тағы да көмекшісі болады. Осылар жасаса. Осы жерде шеме бүкіл әлемде бізде возмещение қарсы. Бүкіл әлем қарсы. Өйткені олар біледі, сен совмещениемен жасасан, возмещение деппін ғой, совмещениемен жасасан, ол сен фокусын кетіп қалады. Соған барлығы қарсы. Одан да болмай ма Мауриньо Бенфиканың басшысы және Португалияның басшысы. Елдармен келісемін осы жерде. Не себепті? Өткен мысалы сен чемпионатта бір жүлдеге таласып жатсаң или чемпионатты қалудың стратегиясын ойлап жатсаң, сен уже ойын сонда болады да. А сен ана жаққа переключиться ету үшін саған бір белгілі бір уақыт керек болады да. Мысалы кезінде бізде болды, билік болды. Ол Астанаға келем дегенше 3-0 өтті. Потом Астанаға келді. Астанаға алып келді. Астанамен жүріп сборныйға келгеннен кейін қайтадан спад бастады сборныйда. Кипрге отырып дома, анау өткен мына жақта екі совмещение бәрібір де әсерін береді. Жарайды, ал енді Байсуфиновты көндіріп алса ше, Ұлытаудан келдіңіз, сізге айлығыңызды былтыр кезінде Черчесовке $100,000 айына беріп отты ғой, $120,000. Сізге $50,000 айына беріп отырайық десе, қалуы мүмкін бе, қалмауы мүмкін? Менің ойымша ше, Талғат Марауанұлы өзі осы условиямен келген секілді, мен осы отбор сіздерге бітіріп берейін, әрі қарай өздеріңіз сен де ешқандай қалмайды деп ойлайсың ғой, өйткені басқа кандидаттарды қарастырып жатқанын естідім. Талғат Марауал ментор ғой қазір, ол жастар құрамасындағы, ол және Мамонов кетті отырмыз ғой, бірақ Мамоновтың кеңесшісі емес, мұғалімі, ұстазы Байсуфинов Байсуфиновтың қазіргі мақсаты ұлттық құрама емес, жастарды тәрбиелесе, мен қарсы емеспін. Вот это вот браво. Өйткені ол жақта Мамоновтың тәрбиелейтініне бірақ күмәнің бар. Сол ғой, мысалға. Сол жақты реттеп алып, ал ұлттық құрамаға бір жаңағы мен айтып кеткендей авторитеті бар, шетелдік бапкер келіп көрсінші, біз де көрейікші, өйткені біз айтамыз ғой, бізге шетелдік бапкер керек, ойбай, олмен біз күшті ойнап кетеміз. Олар мықты. Бір көрейікші халыққа, ал келейікші бір пробеж секілді мысалға,
кезінде анда Польшаны шығарды ғой. Тіпті Левандовскийді қуған құрамадан. Сондай бапкерді алып көрейік. Біз ондай бапкермен жұмыс жасай аламыз ба? Одан кейін уже жоқ, біздің қазақтың бапкерлері жақсы екен, олардың менталитеттері жақсы екен деген бір салыстырмалы түрде бізге не керек? Қалай да аты? Өзіміз соны байқап, анализ жасауға, анализ жасап, одан кейін өсеміз. Бізге жалпы, айтшы, бізге енді осы шетел дегенде Ресей, Украинадан айналамыздан алшақтасақ екен деген ойым бар. Біріншіден Бородикке, Черчесовке біз тойдық. Рахмет. Красножан енді, соңғы жылдарда ғана айтып жатырмын. Сондықтан енді бізге жаңағы Чехиядан кім кезінде билік келді. Енді дәл солай кемі осы Польша, Швеция, Шығыс Еуропаның мамандары қазір, батыс жаққа көшейік десейші. Соларды көрсек деген ойымыз бар. Көрейік, олар қалай жұмыс істейді екен біздің елімізде. Және де меніңше сол бірінші көмекшісі қазақстандық бапкер болғанын қалаймын. Шетелдік маман болғанмен, сосын шетелдік бапкер болғанда да оның бір белгілі бір жетістіктері болу керек. Кемі енді бір Европа чемпионатын ойнаған. Командасын апарған. Клубтармен бірдене мысалға Перенс Пароншпен кеме бір Венгрия чемпионат ұтқан емес. Болды ғой ондай. Ондай емес. Ондай болды ғой. Ол ресейлік емес, мен айттым, европалық. Жоқ, енді қара, сіздер шетелдік бапкер керек деп жатсыздар ғой, бірақ ол қандай бапкер келеді, және ол қаншалықты біздің құрамаға жаны ашиды. Ол 365 күннің қанша күнін біздің Қазақстанда болады. Мәселен, шетелде жүріп, бір күн ана чемпиондар лигасының жартылай финалында отырып, мына жақта бір күні жаңағы Франция мен Германия кездесіп жатқанда сол ойында жүріп, әлемді шарлап қыдырып жүріп, біздің ұлттық құрамаға ойнардың алдында футболистерден 3 күн бұрын ғана Қазақстанға келіп, осы жерде көмекшілердің жинап қойған ойыншыларының ішінен ананы шығарып, мәселен кешегі Өзбекстан құрамасына бас бапкер болған Фабио Канавара секілді тек тырнақшаның ішінде ғана бас бапкердің рөлін атқаратын адамның бізге, мен айтайын, көк түйінға қажет жоқ. Жаман жағын іздеме, Айбекжан. Кім болса да. Жаман жағын іздеме. Маған айтайын бар ғой, қазір Талғат Байсуфинов секілді, білмеймін, осы тура қазақ футболына жаны ашитын, қазақ футболын ішінен түсінетін, және ойыншылардың алдында авторитеті болатын, харизмасы бар бір отандық бапкер керек деп ойлаймын. Өйткені ол Қазақстан премьер лигасындағы ойыншылардың мүмкіндігін кәдімгі жанымен түсіне білетін адам керек. Бізге жаңағы бос қиялмен сандалып, яғни әлемнің тики-такасын әкеле алмаймыз. Біз қазір Европа жаңағы ұлттық құрамаға, біз қазір жаңағы Катеначо, басқа ешқандай дүниені алып келе алмаймыз. Біз осы бір қазақы футболды, қазір қараңыздаршы, Адиевтің кезінде неге біздің ұлттық құрама жанып ойнады? Мінез болды жігіттерде. Олардың барлығының өзінің мүмкіндігі бар, еркіндік беру керек. Сен мысалға Самародовқа, сен жаңағы Эден Азардан кем емессің, жаңағы Ислам Чесноковқа, сен Ямин Ямалдан кем емессің деген тұрғыдағы бір сенімді ұялата алатын болса, бұлар дәл солар секілді ойнамаса да, болмасаң да ұқсап бақ деген дүниені жасай алады ғой. Мәселен, біздің дәл осы ұлттық іріктеу кезеңінде біз Бельгиядан ғана біз анағұрлым төмен болдық, бірақ біз Уэльстен сырт алаңда да өзімізде де ұпай алу мүмкіндігіміз болды. Македониядан сырт алаңда да өзімізде де ұтатын мүмкіндік болды. Демек, енді қазір дәл осы кездегі біздің ұпайға бір 4 ұпай қоссаңыз, біз қазір әлем чемпионатына шығуға бірден бір үміткер болатын бедік та. Біз осы тұрғыда өзімізге сенбейміз. Біз енді кеше өткенде Уэльске ұтылып атқанда да, өз алаңымызда Македонияға ұтылып атқанда да, көпшілік біздің деңгейіміз осы деді. Біздің деңгейіміз бұл емес. Біздің деңгейіміз, көбісі Қазақстан премьер лигасына жүрген шығар, шетелге шығып жатқан ойыншыларымыз аз шығар, бірақ сол Чесноковың, сол Самародовың, сол Дастан Сәтбаевың, сол жаңағы Ғалымжан Кенжебегің, ортадағы Рамазан Оразов болсын, кешегі Исламбек Қуат болсын, алаңда ойнап жүрген бұлардың ешқайсысы, мен айтайын, бір анағұрлым кешегі Македонияда жүрген ойыншылардан кем емес. Фарер аралдары қазір дәлелдеп жатыр ғой, мүмкіндік бар екенін. Чехияның өзін ұтып жүрді. Міне біз қазір Фарер аралдарының деңгейі өсіп кетті деп жатырған жоқпыз. Егер Фарер аралдары мен Қазақстан қарамаса әлде жолдас кездесу өткіземіз деп жатыр ғой ертең. Сол кезде де көрсетеді деп ойлаймын. Фарер аралдарының біздің деңгейі артып тұрған жоқ. Бізде мынандай команданың тұтқасы бола алатын, жігіттерге сенімді арттыра алатын, кешегідей 5 қорғаушыға өмір бойы 20 жыл бойы жатып қалған қорғаушылар емес, бапкерлер емес, бізге 4-3-3 форматында қорықпай ойнауға тәуекел ете алатын бапкерлер керек. Жоқ, салқын қаны сүліне жігіттер, Айбек, я понимаю, патриотизм. Онда давай вообще легионер Соник Қазақстан премьер лигасы. Неге легионер ойнайсыз?
Ади Адиев жоқ, Магомед Адиев кезінде көрсетті ғой. Иә. Мен Магомед Адиев неге ол кезде Просто қарашы, нәтиже берді айтайын ба? Елдар қара. Магомед Адиев неге сендер басқалай айтасыңдар. Ойбай, бізге басқа бапкер керек. Магомед Адиев неге нәтиже берді? Өйткені мен оны талай көрдім. Қазақстан Премьер-лигасында бір күнде Алматыда ойнады, отырды, келесі ойында Ақтөбеде. Алиев олай істеген жоқ па не? Алиев Отырған жоқ па? Ол бәрі матчта. Алиевті мен айтып отқан жоқпын. Ол Алиев жұмысын Алиев жұмыс жасады. Жақсы құрам жинады. Алиевтің мен ұлттық құрамаға шақырған ойыншыларына мынаны бекар шақырды, мынаны бекар шақырды, тіпті кеше Ташкент секілді де оқиға болған жоқ. Мен Алиевке ол тұрғысынан кәсібіне адалдығына мен басым деймін, ризамын. Бірақ жігіттердің жүрегіндегі отын жаға алмады. Міне ол өздеріне деген сенімді оята алмады. Біз мәселен Алиевтің өзі де сұхбаттарында айтты, мен ананы тактикасын өзгертіп жіберді, соған перестраиваться етіп үлгере алмай қалдым. Мына құраманың мынандай ойнайтын, біз соны зерттей алмадық. Біз сол кезде де айтқанбыз, неге біз қарсыласқа қарсы перестраиваться етуіміз керек? Олар бізге қарсы перестраиваться етсін деп деген секілді. Кеше Солтүстік Македония бізді бірінші нөмірмен ойнайды деп күткен жоқ мәселен. Біз таң қалдырып кеттік та, біз сондай бірінші нөмірмен ойнай алатынымызды көрсете алдық қой. Солтүстік Македония жалпы бірінші нөмірмен ойнай алмайтын команда еді ғой. Иә. Сондықтан оларға Қазақстан сияқты командамен ойнау тиімсіз. Олар сонадан бір-екі Бельгиямен. Мен егер Қазақстан құрамасы кеше жатып алғанда Лихтенштейн құсап, түсінетінен болды, міне бұза алмай жатыр деп. Қазақстан құрамасы кеше ашық шабуылға шықты ғой. Жаса сен контратакыңмен жасай бер деген дүниені. Білесіз ба, Македониямен бірге 4-0 ұтылғанбыз. Иә. Сол кезде кімдер Әбікендер ойнап, по-моему, Сесеннің бірінші ойыны болды. Дәл осы Македония Италияны ұтып, чемпионат мейраға шығармай қойды ғой, мәселен. Сондықтан бұл Македонияны біз қазір менсінбей ол ортаңғы қол команда деп өзіміздің бір ұпайымызды кешегі қазақ жігіттердің ойынын аласартпайық жігіттер. Негізі Македония құрамасында тек қана екі ойыншы ғана біздің ойыншылардан жоғары деңгейлі деген екі ойыншыны ғана айтуға болады. Біреу Энес Барди болса, екінші Элиф Елмас. А қалған ойыншылардың деңгейі біздің ойыншылардан жоғары емес. Сөйткен Македония бірақ қазір әлем чемпионаттарына шығып жүр ғой. Біздікінен жоғары емес. Вистовский болсын. Македония, ладно, Македония қызы емес қой бізге. Сол жоқ, сөйткен Македония әлем чемпионатына шығып жүр ғой, Италияны шығарып. Сол сөйткен Македония қазір әлем чемпионатына шығуға үміткер болып тұр ғой әлі. Сондықтан біздің жігіттердің де мүмкіндігі бар. Бар дегенде мүмкіндік әрдайым кім жаңа Фарер аралдарында да бар, басқасында да бар. Ол мүмкіндік бола береді. Сол ұлттық құраманың меніңше бірдене жетістікке жетуіне барлығы мүдделі болу керек. Тек қана бапкер емес. Сол кезде ғана нәтиже болады. Қазір шыны керек, жақта қайрат ойыншылары алда жарақат бар деп олар келмей жатса, мына жақта кейбір ойыншылар мына бапкер ұнамайды деп ойнағысы келмей жатса, енді біреуі жоқ жерден сары қағаздар алып жатса, одан біз бірдене көрсетуіміз қиын. Ол компактный болу керек деп ойлаймын. Ұлттық құрама футболдағы ең жоғары мүдде болатын болса, сіз айтқандай жаңа біз Македониямен де, басқасымен де, Уэльспен де жақсы ойнап, басқа да құрамаларға терезесі тең дәрежеде ойын көрсетуге болады. Ол үшін команданың бапкері, басшылық, жаңа дәрігерлер, футболшылардың өздерінде де құлшыныс болу керек. Жанкүйерлердің қызу қолдауы болып стадионда, сол кезде біз бірдене жетуге тырысамыз. Ал қазіргіде енді әркім жанкүйер бұлардан ештеңе шықпайды деп стадионға бармаса, футболшылар маусымның соңы мен мынау Лихтенштейнмен, Македониямен ойыннан ештеңе шықпайды, одан да мен алдағы чемпиондар лигасына дайындалайын деген ниетпен жүре берсек, немесе басқа осындай нәрселер болатын болса, ол біз кері тартпа жағдайлар бізге кері әсер етеді. Сондықтан бізге түзу ниет, жалпы енді бірінші кезекте әрине футболшылардың қабілеті, бапкердің ұйымдастыруы, басшылықтың соған қолдауы, жанкүйерлердің демеуі деймін, меніңше сол керек. Жаңағы шетелдік бапкерлердің айтыватсыз ғой, оның плюсы да бар, минусы да бар. Арнайы бір подкаст арнайшы соған. Шетелдік бапкер дұрыс па, бұрыс па? Енді қазір Азербайжан бапкері келді ғой. Енді не ғой, Қазбек, ол контекстен алынған нәрселер ғой. Ондай премьерлер, ондай көп. Бірақ Англияда тек қана англичан бапкер болады, бірақ кім айтты саған? Свен Горан Эриксон, Томас Тухель келді ғой қазір. Жоқ, қазір результат көрсетіп жатыр. Оған
буга дейин англиялык бапкерлер болду го, эч кандай результат болгон жок. Иә. Сону айтып Жоқ, он тұрғыда айтып отырмын мен. Бізде 3 кандидат бар ғой қазір. Каррер, Пробеш және ана кім Швецияны шығарған евроға бапкер. Соны сосын жанында Маруанович қойып 4. Енді мен айтайынса Пробежден Байсуфиновтың ботинкесі артық деп айта аламын мен. Сондықтан жаңағы Бектің сөзінде расымен жаны бар. Магомед Адиевтің кезінде, Әділет Бармиқұловтың кезіндегі ұлттық құраманың нәтижесіне расымен бүкіл клуб жұмыс жасады. Ұлттық құрамадағы тіпті командалардың ойындарын жаңағы бүкіл ойыншыларын жіберді, тіпті біздің шетелде жүрген ойыншылардың барлығы келді. Кәдімгі әрбірі осындай жанкештілікпен ойнады. Біз қазір Еврокубоктың өзінде клубтар бір-біріне ойынды кейінге шегеруге, бір-біріне үлес қосып көмектесіп жүрді. Сондықтан дәл осындай ұлттық құрамаға да расымен бәрімізде жанкештілік көзқарас болып жатса, өзіміздің құрамымыздағы ойыншыларды клубтың мүддесінен ұлттық құраманың мүддесін биік қойсақ, бәлкім расымен де ол кезде нәтиже келе жатар. Енді көреміз, алдағы Бельгия құрамасымен абыроймен ойнап, жеңіске жетіп, тоқтатып жатсақ та, біздің жігіттердің өзіне деген сенімділігі артады, және ұлттық құрамаға деген жанкүйерлердің де сенім артып, үміт оянатыны белгілі. Одан кейін келер жылы ұлттар лигасы бар, бұлай тұрғыда Европа біріншілігіне одан кейін іріктеу кезеңі басталады. Сөйтіп бәлкім біз қайтадан бағымыз жанып, алдағы біз ірі турнирлердің финалдық кезеңінде бәлкім ойнап қалармыз. Бәріміз соған ниеттеспіз, тілектеспіз, солай болады дейік, солай болатынына сенейік. Бүгін подкасттың қорытындысы осы, ұлттық құраманың болашағы жарқын болады деп сенейік. Жеті күнде кездескенше деп. Иә. Ал менде дәл қазір осы студиямда тұрақты сарапшы, өздерің уақыттарыңды арнайы бөліп келіп отырсыздар. Және сөз соңында айта кетейін, Қазбек Тайлановты көбістеріңіз сынайсыздар, бірақ Қазбектің футбол тұрғысындағы білімі біраз адамнан, биік біраз адамнан жоғары өзіндік көзқарасы бар. Сондықтан Қазбек те қазақтың баласы, оның жазығы Астана футбол клубының шексіз сүйгені деп айыптасаңыздар, ол да дұрыс емес. Себебі әр адамның өз таңдауы бар, жүрек қалауы бар. Оған да біз құрметпен қарауымыз керек. Және бұл жерде Астана туралы емес, ұлттық құрама тұрғысында айтып жатқаннан кейін Қазбекке де осындай айтқан сөзін жоққа шығармай түсіністік танытуларыңызға мен өтініп сұраймын. Қазбектің шашын алайық. Қазбектің шашалынама, алдағы уақытта Элдардың шашалынама, және оны да сіздер Айбек Қабылша YouTube арнасындағы подкасттан көресіздер. Менің YouTube арнама тіркеліп қойыңыздар, лайк басып, бір ауыз болсын пікір қалдырып отырсаңыздар, сіздерден бізге ең үлкен қолдау сол. Ал бүгін Қазбек, Қаздауысты Қазбек, Төлеубек, Аман Вайп, Айбек Қабылша, жеңісті күндерде жүздескенше бай, қуатты болайық.